Үйленбеймін болды. Маған ұрпақ деген сіккенім бар. Ұрпақ алмаймын мен. Ұрпақ сіккен бар. Отағымның басы. Мен шеше ұрпақ деген қызық емес маған. Мен тек қана аяулы көрмелердің алдында жақсы әндермен, жақсы әзілдерімді, эфирлерімді осылай өткіземін. Сендер үшін ұнасам болды. Маған патын мен қызық емес. Мен ам сыққым келсе өзім бара саламын қонақ үйге. Ам деген дақұя ғой. Желептер дақұя ғой, ақшасына көтін беретін. Соны жалдап ала саламын. Маған патын. Сендер үшін өмір бақи, өмір бойы жалғыз өтем. Дұрыс қой, мен де ам сүйетін жігіттің ғой енді. 35-ке ем ғой. Жалпы да мен ам сүйпей өтейін. Қатын алмай, ұрпақты қалдырмай кетейін. Сендер үшін жалғыз өтем. Өмірден дәл осы. Енді қатын болса ол, Мұрат, шықпашы эфирге. Болды ғой енді деп. Мен мінезім бар жігітпін. Зайбал деп. Мен негізі қатын алмаймын. Қатынның басын сыйыспайды. Өйткені ол маған көрермендерімнен шығармайды да. Мен білемін ғой, примера біліп тұрмын ғой менде. Жаңағы ханшайымды алдым, жартылай енді үйленбесем де. Оны алдында көрдік қой енді. Олар қыздар, мен үйленетін болсам, ол мені шығармайды да. Шықпашы. Мен еркін адамды, еркін жантында, еркін адамды, мен эфирге шыққым келсе шығамын. Мен патын деген сөзіне сен көнбеймін да, мен өзім шыққым келсе бауырларым алдында шығып отырамын. Мен біреудің сөзіне көнбеймін. Сондықтан мен үйленбеймін болды. Мен сыққым келсе, сыққым келсе, қонақ үйі бар, либо жәлептер, телефон шақырып аламын да, бір пақ етемін да, 10 мың теңге, 20 мың теңгесін беремін да, қайтамын. Ар келсе ставкасы бір палкаге, бір контактты, бір палка, бір қотақтың палкасы да 15 мың теңге болатын шығар. Заманның несіне. Қазір 10 мың теңге, 15 мың теңге құйтын. Бір палка 15 мың беріп, сол сығып жүре беріп. Уақыт өте келе 20 мың болады, 30 мың болады. Қатын алмаймын шеш. Осылай емін еркін жүре беремін.